достар. Назарбаев Сәткелік мектебіндегі өзімізді қоғамның бір бөлшегі ретінде сезінуге жол ашатын жобалардың бірі қоғамға қызмет ету жобасы. Біздің айналымызда көмекке мұқтаж адамдардың көп болуы қоғамға қызмет етудің қажеттігін көрсетеді. Биылғы жыл еріктілер жылында жобамыздың маңыздылығы одан әрі арта түсті. Олай болса, осы маңызды жобаны іске асыру жолдарымен сіздерді таныстыра өтейін. Әлеуметтік жобаның негізгі мақсаты мектеп оқушыларының ел өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейту, олардың әлеуметтік белсенділігі мен азаматтық жауапкершілігін арттыру болып табылады. Жоба келесідей бағыттарды қамтиды. Ол әлеуметтік осал топтағы адамдарға көмек көрсету, экологиялық мәселелер және ұлттық тарихи-мәдени мұраларды зерттеу. Ендеше, әлеуметтік осал топтағы адамдарға көмек көрсету бағытын іске асыру қадамдарына көшейік. Ең бірінші кезекте елді мекенде орналасқан әлеуметтік нысандарды зерттеп, өз мүмкіндігімізді ескере отырып, қажеттілік деңгейіне қарай таңдаймыз. Келесі ретте мекемелер басшылығы мен мектеп арасында келіссөздер жүргізіліп, келісім туралы меморандум жасалынады. Қажеттілік пен мүмкіндіктерімізді ескере отырып жасалған екі жақты жоспар арқылы серіктес мекемелерімен жұмыс басталады. Жобаға қатысушы тұлғалардың әрқайсысының өздерінің міндеттері болады. Ал жыл көлемінде анықталған белсенді еріктілер арнайы сертификаттарға ие болады. Серіктес мекемелер арасындағы дәстүрлі шаралар үлкен мерекеге айналады. Не на словах, а на деле. В год молодежи, учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы Усть-Каменогорска, решили помочь детям с диагнозом ДЦП и собрали около 1 миллиона тенге для покупки специальных инвалидных кресел. А чтобы привлечь к проблеме внимание широкой общественности, в городе организовали зимний благотворительный бал. На празднике побывала и Анелия Синбердина. 5 детей с ДЦП, 5 инвалидных колясок. Стоимость каждой около 200 тысяч тенге. Покупка для семей этих малышей дорогая и не всегда доступная. Поэтому стандартными средствами передвижения многих из них обеспечивает государство. В этот раз на помощь пришли и учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы из Каменогорска. Приобрели специальные кресла для самых маленьких. Очень тоже необходимо, потому что они выходят, они гуляют, они не сидят в 4 стенах дома. То есть очень много посещают мероприятий, прогулки совершают по городу. Поэтому это очень мы благодарны, что такая возможность есть. Именно вот такие коляски, удобные, с подголовником очень хорошим таким. Но просто подарком школьники решили не ограничиваться и организовали для малышей настоящую сказку – зимний благотворительный бал. К этому событию ребята готовились несколько месяцев, собирали средства, учили танцы. Хотели, чтобы их маленькие гости хоть ненадолго, но забыли про свои болезни. Выступил здесь и специально приглашенный гость Игорь Александров. Мальчик потерял обе ноги, но это не мешает ему танцевать. Оценили зрители талант 8-летнего Айзара Айдоса. Несмотря на диагноз ДЦП, он помощник мамы, заботливый брат. В их семье 5 детей, младшему всего несколько месяцев. Айзар поет ему свои песни и выступает на различных мероприятиях, организованных социальным центром. Хорошо, теперь есть новая коляска, но не смогу везде ездить. Вырасту, буду петь, как Кайрат Нуртас. А мы будем помогать и дальше, делятся учащиеся школы. Для них благотворительность и милосердие уже давно стали нормой жизни. Наша школа проводит подобные мероприятия, как
служение обществу у нас есть программа, и мы посещаем детские дома, устраиваем концертные программы, играем с ними, делимся опытом, знаниями, потому что мы понимаем, что помогать ближнему своему – это не только важно для других, но и для себя, для собственного развития. Зимний бал же позволяет привлечь к такому важному делу, как благотворительность, максимальное внимание общества, говорят организаторы, и приглашают других присоединиться. Анализин Берзна, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар 24. Менің елім мен үшін не істеді деп сұрама, мен елім үшін не істедім деп сұра дегендей, қоғамға қызмет ету арқылы өзіміздің әлеуметтік дағдыларымызды дамыта аламыз. Осы дағдылардың ең маңыздыларының бірі көшбасшылық қабілеті, коммуникация және мәселені шешу дағдылары. Жоба нәтижесінде оқушылар өздері еріктілер клубтарын құруға мүмкіндік алады. Клуб жетекшісі тәжірибесімен танысуды ұсынамын. Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Ерхан. Мен НС волонтерстік еріктілер ұйымының негізін қалаушысы болып табыламын. Біздің ұйым 2019 жылдың 28 сәуірден бастап өз жұмысын атқарып келе жатыр. Осы уақыттың ішінде біз Димаш Құдайберген, Рауфай, Интроверт, Джахалев, Группа Скриптонит сияқты 30-дан астам концертте жұмыс атқарған болатынбыз. Сонымен қатар біз командалық шахматтан әлем чемпионатында, халықаралық пауэрлифтинг жарысында және де грек-рим күресінен әлем чемпионатында өзіміздің көмегімізді спортшыларға көрсеткен болатынбыз. Оған қоса біз 16 халықаралық конференция мен 6 отандық форумда өзіміздің қызметтерімізді көрсеттік. Дәл қазіргі сәтте біздің клубымыздың бірнеше ресми серіктестіктері бар. Оларды атап өтетін болсақ, біріншісі ұлттық еріктілер желісі, екіншісі Атамекен бизнестік портал, үшіншісі Назарбаев зияткерлік мектептерінің дербес білім беру ұйымы. НС волонтерс тек қана Нұр-Сұлтан қаласында емес, республикамыздың 11 қаласында өзінің жұмысын атқаруда. Біздің филиалдарымыз Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында, Шымкент қаласында, Қызылорда қаласында, Тараз қаласында, Қарағанды қаласында, Өскемен қаласында, Семей қаласында, Көкшетау қаласында, Ақтау және де Ақтөбе қалаларында орналасқан. Әрбір қаладан біз республика бойынша 2000-нан астам волонтерларымыз бар. Как проходят твои волонтерские будни? Все отлично. Откуда ты узнал о биомарафон? Я узнал это о биомарафоне с помощью Ниш волонтеров. Супер! С волонтером везде, всегда.
құрметті жас дос, еліміз бен жерімізді жақсы жағына өзгертуге бағытталған қоғамға қызмет ету жобасына баршаларыңызды қосылуға шақырамын.